Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өзімнің тегін мастер-классымды ұсынғалы отырмын. Өте керемет әрі жұмсақ үй жағдайында жасалатын пончиктерді жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, видеоны соңына дейін қарауды да ұмытпаңыз. Бізге ең алдымен керекті зат: жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз, сосын сахарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын сливочный майымызды ерітіп құйып, жақсылап араластырып жіберіп, 2 жұмыртқамызды жарып салып жібереміз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін ашытқымызды, яғни дрожжымызды салып, сосын ванилинді салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, кәдімгі қамыр еліп шығамыз. Елеп болғаннан кейін бетін жауып, 30 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне осылай көтеріліп әдемі болып ашиды. Сосын оны біз жақсылап зуалаға бөліп аламыз. Бірінші қамырымызды жайып, осылай кез келген формада кесуге болады. Негізі дөңгелек формамен кессеңіздер, осылай әдемі болып шығады. Осылай домалақ кесіп аламын да, сосын ортасын кесіп шығамын. Мінекей біздің пончигіміздің қамыры дайын. Енді біз бұны 20 минутқа жылы жерде ұстаймыз. Бетін жауып қойыңыздар, я? Дәл осылай жасасаңыздар болады. Сосын біз оны қызып тұрған табамызға осылай салып, жақсылап пісіріп аламыз. Екі бетін кезек-кезек аударып тұрыңыздар. Сонда керемет болып көтеріледі және де қып-қызыл болып шығады. Осылай бірте-бірте пісіріп аласыздар.
Мінекей достар, осылай керемет болып қызарып пісіп шығады. Достар, мен бетін әсемдеуге шоколад пен сгущенканы қолдандым. Осылай пончиктерімді батырып алдым. Бетін әсемдеуге сгущенканы қолдандым. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рецепті сақтап алыңыздар. Және де құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз. Тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта керемет видео рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.